Ассалаумағалейкум Омар аға. Уалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Қазақстан халқы кітап оқитын мемлекеттер тізімінде 92-ші орында тұр екен. Оны өзіңіз жақында көрген шығарсыз, иә? Мен өзім ойлаймын, бұл қоғамның сапасын көрсетеді. Қазіргі кезде көп адамдар жаңағыдай әлеуметтік желілер арқылы, мысалы қорытылу оңай, жаңағыдай TikTok, әсіресе TikTok, әртүрлі қысқа мерзімді рилстар арқылы, жаңағы Instagram, солмен күн көреді. Бұл жаңағы адамның өзінің терең болмысын ашуға септігін тигізбейді. Ойландырмайды адамды. Кітап сондан есейген, кемеліне келген қоғамда олар кітап оқиды. Мысалы, Жапон қоғамында кітап оқу кәдімгідей норма. Мысалы, біз Жапонның балалары дейді, бір кітаптан оқып едім. Жоғарғы сыныпқа келгенде ғана смартфон ұстауға рұқсат етеді екен. Оған дейін оларда жай ғана мындай хабар алып тұру үшін смартфон беріледі. Қайда екендігін білу үшін, сосын әрбір Жапонның оқушысының білегінде emergency дейді, жаңағыдай қауіпті жағдайда басып қалатын нүктесі, түймесі болады екен. Кез келген жағдайда басына қауіп төнсе, сол түймені басып қалады. Тез құтқару қызметі жетіп келеді. Сондан Жапонның ата-аналары баланың қайда жүргенін көріп отырады, біліп отырады. Сондан оларға мысалы смартфонның қажеті жоқ, олар кітап оқиды. Мысалы, осы жақында бір туристер көрсетті ғой, Жапон туристері жүр, сонда қарасаңыздар, олар метрода, поезда, бүкіл жерде кітап оқып отырады. Жапонның жаңа оқушылар. Жұрт әлем бәрі таңғалады, неге? Сөйтсе оларды әдет дейді ғой. Әдетке айналдырған ғой. Қоғамда кітап оқу деген оларда әдетті. Бізде кітап оқу деген нәрсе әдетке айналмай тұр. Неге? Өйткені біздің қоғамда кітап оқығаннан гөрі жаңағыдай бос сөзге үйірлік. Бос сөз дейді ғой. Қазақша айтқанда жел сөз дейді. Жалпы мына өзі білім туралы қатысты 3 сапа бар ғой өзі. Ақпарат, білім, сосын даналық дейді. Сонда мынау жаңағы Элиоттың айтқаны бар ғой. Қайда сол дейді, білім дейді. Қайда сол білім дейді. Ақпарат үшін құрбан қылған дейді. Қайда сол даналық дейді. Білім үшін құрбан қылған дейді. Сонда біз қазіргі кезде ақпаратпен ғана айналысамыз. Ақпарат білімге айналмайды. Одан жоғары білім. Ақпараттың ғұмыры өте қысқа. Тіпті қазір бұрын минут еді, қазір секунд қой. Секунд сайын ақпарат жаңарып отырады, ескіріп отырады. Қажет болмай қалады. Абайдың мысалы жазғандары ол білім емес. Абайдың бізге қалдырған мұрасы ол даналық. Қай заманда болмасын, Абай актуальды. 19 ғасырда, 20 ғасырда, 21 ғасырда актуальды бола береді. Неге? Өйткені ол белгілі бір заманға ғана қатысты нәрсе жазған жоқ. Хакімдер деген даналар ғой, соның өзінің рөлін ашып кеткен. Абай айтады, адаспай дейді. Негізі хакімдердің адасуға хақы жоқ екен. Заман адастырады адамды. Заман дегеніміз А нүктесінен Ә нүктесіне дейінгі белгілі бір кезеңді біз заман дейміз. Мысалы, Абай заман деп айтып отырамыз. Тіпті сол белгілі бір адамдардың атына телінеді сол заман. Мұса Секербай заман деп те атайды, мәшһүр жасап атамыз. Сонда ал енді сол заманға қатысы жоқ, заманнан тыс мәңгілік бір ақиқаттар бар. Олармен хакімдер айналысады екен. Сонда хакімдердің адасуға хақысы жоқ екен. Көрдіңіз бе? Сонда Абай айтып отыр. Адаспай, тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді дейді. Егер біздің мысалы қазақ қоғамы адаспас үшін, біз мысалы Абай сынды хакімнің айтқандарын басшылыққа алуымыз керек. Өйткені Абай сол 19 ғасыр өзі өмір сүрген заманға ғана қатысты әңгіме айтып отырған жоқ қой. Ол кәдімгі қазақ қоғамына жол нұсқап отыр. Содан
Абайдың бір керемет сөзі бар, өлеңі бар, дейді, әркімді заман сүйремек дейді. Иә, қазір заман бізді күнде рилс түсіріңдер дейді, күнде жаңағыдай WhatsAppқа шығып тұрыңдар дейді, күнде чатқа қосылыңдар дейді. Яғни адамның ойлануға мұршасы жоқ қой. Кітап оқуға, ойлануға. Сонда абай айтады, әркімді заман сүйремек дейді. Әркімді заман сүйремек. Заманды қай жан билемек? Жаман заманға күйлемек, замана оны елемек дейді. Кітапты кім оқиды? Жалпы кітапты кім оқиды дегенде, өзінің жанын тануға ұмтылған адам кітап оқиды. Құдай деген, бізде бір ұлы киелі ұғым бар. Құдай дейміз, Алла дейміз, Тәңірі дейміз. Сонда Шәкәрім атамыз айтады осыны. Шын дейді. Біз мысалы адамның бойында шындықты білуге деген бір мәңгілік тартылыс күші бар екен. Біз үнемі шындықты білгіміз келіп отырады. Шыныңды айтшы, шыныңды айтасың ба, шын доссың ба деген сияқты. Сонда Шәкәрім айтады, шын деген ол Құдай дейді. Шын болмаса кім Құдай? Сонда Шәкәрім айтады, шыннан өзге Құдай жоқ дейді. Біз осыларды анықтап алуымыз керек та, мысалы. Біз көбіне Құдай деген ұғымды біз көбінесе былай шыққан кезде абстракты ұғым ретінде қарастырамыз. Бізге қатысы жоқ. Шын мәнінде Шәкәрім айтады, оны Құдай қоғамға проекция жасалғанда шындық арқылы көрініс береді дейді. Соны біз айтамыз ғой, құдайшылығыңды айтшы, шыныңды айтшы деп тұрмыз біз. Енді сол шындықты біздің жанымызда сол шындыққа үнемі шындықты талап ету, шындыққа бір не бар, шөлдеу бар жанымызда. Ол қайдан келді дегенде, Шәкәрім айтады, өйткені біздің жанымыз шындықта жаратылған дейді. Яғни, көрдіңіз бе? Құдай тарапынан шындықта жаратылған. Енді біздің жанымыз шын ақпарат, шын азық алғысы келеді. Сондықтан Шәкәрім айтып отыр, шынды білмек болсаң егер, ең әуел жанды біл дейді. Яғни, егер біз сен Құдайды білгің келсе, өзің жаның таны дейді. Өйткені жан Құдайдың ең үздік туындысы дейді. Адамның жаны Құдай шебер ғой. Сол шебер Құдайдың жасаған ең үлкен туындысы дейді. Ең үздік туындысы, кемел туындысы. Сонда біз жанымызды тану арқылы ғана Құдайды таниды екенбіз. Ал енді жанды тану үшін 3 сұрақ қою керек дейді. Бұны жаңағы метафизикалық сұрақтар деп атайды. Сондай, келдім қайдан? Жоқ едім ғой. Қайтсем пайдам? Өлгеннен соң не болам дейді. Осы 3 сұрақты қойған адам кітап оқи бастайды. Осы 3 сұрақты іздеген адам кітап оқи бастайды. Біз қазіргі кездегі мынау заманның ағымы осы 3 сұрақты қоюға мүмкіндік бермейді бізге. Сонда адам егер өзінің жанын танымаса, осылай өмірден өтіп кетеді екен. 3 сұрақтың негізі жауабы бар ма? Әрине бар. Оның бәрі жазылып тұр ғой, кітап. Ол сен кітаптан аласың. Ол шын. Оны саған ешкім айтпайды оны. Шәкәрім айтады мысалы, қой, біз сойып жеп жатқан жылқы, олар ойламайды дейді, адам үшін жаратылды деп. Олар өздері үшін өмір сүреді дейді. Олар өз пайдасын көздейді. Оларда өздерінің жаңағы түр ретінде өзін сақтап қалуға тырысады дейді. Сол сияқты бізді жаратқаннан кейін біздің пайдамыз не? Жанымыздың пайдасы не дегенде, Шәкәрім атамыз айтады, жан өзінің азығын алуға келген дейді. Осының бәрін мен мысалы кітап оқымасам қайдан білемін? Жан азығын алуға келген. Неге? Өйткені о дүниеге, мәңгілікке жанға не керек? Азық керек дейді. Бұны Шәкәрім 3 атты кітабында жазады. Енді өлгеннен соң не боламын дегенде, мәшһүр айтады, менің дейді, осы 3 нәрсеге сенімім кәміл дейді. Бір Құдай бар дейді, мәңгілік өмір бар дейді. Сосын өлшеусіз адам жаңағы қоғамға пайдалы болып хайыр жасаған адамға өлшеусіз жақсылық бар. Ал енді залым қоғамға қайырсыз қиянат жасаған адамға өлшеусіз қинау бар дейді. Осыған сенім кәміл дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, адам өзінің жанына қалай үңіледі деген кезде кітап оқу арқылы адамның өзінің жанына үңіледі екен. Өйткені
ол адамның, бұл жерде мындай ұғым бар, кітап пен адамның жанының қандай қатысы бар дейміз ғой. Сонда кім айтады? Гете айтады. Гете бар ғой, өзінің Фауст атты еңбегінде айтады ғой. Пергаменты не удаляют жажды. Яғни кітап ол сенің жанының құмарлығын қандыра алмайды дейді. Ключ мудрости не на страницах книг. Яғни даналықтың кілті кітаптың бетінде емес дейді. Кто стремится к правде мысли каждый, в своей душе находит их ради. Яғни кім дейді, шындыққа ұмтылса, өзінің жанынан табады, ол қайнар көзі дейді. Бірақ не үшін кітап оқимыз дегенде, сол кітап сенің жаныңның көзін ашуға көмектеседі екен ғой. Абай айтады, кітап оқысаң дейді, көкірек көзің ашылады дейді. Көкірек көз ашылған адам ені жанына тереңдеуге мүмкіндік алады. Ал жанына тереңдеген адам өзін таниды. Кіммін мен? Дүниені таниды және Құдайды таниды. Сонда қарасаңыздар, бізде қазір кезде біз көзінен, мысалы біз қазір кезде Абай айтқан ғой, көзінен басқа ой жоқ дейді. Біз қазір кезде жанымыздың көзімен қарамаймыз дүниеге. Бас көзімен қараймыз. Сонда Абай айтады, ол надандық дейді. Өйткені біздегі бүкіл қызылды жасылды дүние бізге ойлануға, жанымыздың көзін ашуға септігін тигізіп жатқан жоқ. Керісінше ойламаңдар дейді. Мен саған дайындап қойдым. Контент дайын міне. Және жақсы сөз айттыңыз. Әр адам Құдайдың проектісі. Проектісіміз ғой. Құдай бізді өзіне ұқсас қылып жаратқан ғой. Махаббатпен жаратқан. Және біз әлгі подделка емес білесіз бе? Подделка деген не? Махаббат жаратқан нәрсенің бәрі подделка. Мысалы сіз айтады ғой, шебермен және ремесленник дейді ғой. Айырмашылығы қандай? Ремесленник дегеніміз дейді, ол біріне бірі ұқсайтын жаңағы конвейерден заттар шығара береді дейді. Ремесленник. Мысалы, кирзов етіктер. Керз етік дейді ғой, совет үкіметі кидік қой. Онда ешқандай шеберлік жоқ. Бәрі-біріне аумайды. Фуфайкалар біз киген. Ол ремесленник дейді де оны. Шебер емес. Ал егер сен, мысалы, самғау бар ғой, атақты біздің бауырымыз. Самғаудың етігі ол енді шеберлікті, ол оған махаббатын салып отыр. Әр аяқ киіміне. Құдай бізді махаббатпен жаратты. Біз осыны әлі түсіне алмаймыз ғой. Мысалы, Абай қақсап айтып кетті ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты деп. Ешкім түсінбейді. Неге? Ол халықтың кінәсі емес. Соны ашып түсіндіре алмаған біздің кінәміз ол. Өйткені Құдай тағала бізді жаратқан сол үшін. Айтады ғой, сөз, қазақта күшті сөз бар. Көргенде дейді, көрген көзде Құдайды, адамның дейді, Құдайда көз ақысы бар дейді. Көз ақысы деген білесіз бе деген? Көз ақы деген білесіз бе? Мысалы, саудагерлер былай айтады екен. Мұсылман саудагерлер үшін шынайы. Алмаларды қойып қойды ғой, жап-жылтыр қылып. Сосын сатқан кезде сол алмаларды сатып алушыға бермейді екен. Қаншама адам қарады бұл алмаға. Бұларда қараған адамдардың көз ақысы бар. Астынан алып береді екен алманы. Аналар сол алмаға қарап қызығып кеткен. Ақысы бар, сөз бе? Аналардың ақысы бар, көзінің ақысы бар. Сонда қазақта мақалы бар. Құдайда көргеннің көз ақысы бар дейді. Яғни Құдай көрсетті ме, беру керек. Қазақ айтады, бермесінді қызартпа дейді, сөз бе? Мен шешем айтып отыратын. Мама дейміз ғой кезден. Мама, маған да бер дейміз. Сонда ұрсатын. Өй, оңбағандар. Бұлар көргеннен көз ақы алады бұлар. Сонда қазақта сөз бар екен. Құдайда көргеннің көз ақысы бар. Сөз білгенде дейді, көпшіліктің сөз білген адамда көпшіліктің сөз ақысы бар дейді. Яғни сен сөз өнерін меңгерсең, көпшілікке осылар түсіндіріп беру сенің қасиетті міндетің екен. Әйтпесе сен анау адамның ақысын жегенмен бірдей екенсің. Бұл дүниедегі бүкіл проблема махаббатпен шешіледі. Өйткені Құдай бізді махаббатпен жаратқан. Сонда Абай айтады, бұл дүниенің қызығы махаббатпен. Мысалы, сен осы әлемді аралап жүрсің. Әлемді аралап
жаңа өзің нәпсің үшін емес, осы менің халқымда білсе екен деп оны контентке айналдырып жатсың. Өзің ісіңді сүйесің. Сүйгеннен кейін бойындағы қабілеттерің ашылады. Өйткені махаббатпен істейсің да, егер сені белгілі бір реклама үшін немесе жаңағыдай бас пайдаң үшін істесең, оны өтпейді халыққа. Неге? Халық біліп сезіп қояды мынаны. Сенің жаңағы бұны жаңағы көңілсіз істегеніңді. Сонда қазақ не дейді? Көңілсіз төсектен көтсіз бала туады дейді. Көңілсіз сөз, ол төсекке қана қатысты емес. Көңілсіз кез келген іс нәтиже бермейді деп отыр. Неге? Онда энергия жоқ. Яғни жаңағыда көп адамдар өтірік ұялады, ойбай, көт деп айт деп. Шын мәнінде білген адам түсіну керек. Ол көт деген сөз, құт деген сөздің, рас қой. Құт деген сөздің өзгеріске түсуі. Құт. Түсінесіз бе? Біз құтты болсын дейміз ғой. Құт деген энергия ғой. Құдайдан келіп тұрған энергияны қазақ құт дейді. Сонда ол жаңағы көңілсіз төсекте құтсыз бала туады деп тұр. Яғни қандай болады? Энергиясыз жоқ бала туады деп отыр. Қайтадан кітапқа оралайық. Сіз қандай кітап оқып жатырсыз қазір? Мен қазір Варлам Шаламовты оқып жатырмын. Варлам Шаламовтың Колымский тетради деген бұрын оққан, мен оны бір том ба, екі том. Негізі 6 дәптері бар екен. Соны қазір неден заказбен алдырдым. Құдай жақсы болды ғой, мынау не Каспий KZ. Каспийдің ішінде кітаптар деген не бар. Соған жаңағы заказ бересің, тапсырыс бересің. Каспий постаматтан барып ала қоясың. Рақат болды қазір. Дүкенге де бармайсың қазір. Сол Варлам Шаламовтың 6 дәптерін Эксмо деген не бар ғой, баспа. Сол біріктірген үлкен 809 беттік кітабын оқып отырмын қазір. Менің әрбір шығармам бұл кек дейді. Совет үкіметіне деген жаңа қанды террорға деген, адамға деген аяусыз, енді адамды аямай 60 градус аязда жаңағыдай алтын алатын рудаларда, мысалы, болото сасыған жерлерде ауаның өзі жоқ уже, сөзсіз бе? Аттар құлап өледі екен ғой, жаңағыдай аттар. Сондай жаңағыдай аш-арық болып алиментарный дистрофияға ұшырағанша адамды азаптайды екен ғой, көрдіңіз бе? 16 сағат жұмыс. Соны жазады. Сонда сен Шаламовты оқыған кезде сенің қиналып жүргенің бар ғой, түк болмай қалады ғой. Адам миы жылдам информацияларға негізделген. Мысалы, TikTok, Instagram болсын бәрі. Ал бірақ үлкен кітапты оқып бітіре алмай жатады. Немесе ұйықтап кетіп жатамыз, мысалы. Ортасында сосын қойшы деп жалығып кетіп жатасың. Үлкен кітапты оқығанда бір дайындық керек па? Іштей? Әдет керек. Ештеңе керек жоқ, әдет керек. Өзі Шәкәрім айтады ғой. Дағды дейді, дағды деген навык, дағды. Шәкәрім айтады, дағды қылсаң даптайын істің бәрі дейді. Адамзат тұра алмайды әдеткермей. Болды. Осы сөзді әрбір адам, өссем өнем деген адам өзінің темір қазығына айналдыру керек. Кітап оқу әдет. Шет тілін меңгеру әдет. Атом әдет деген кітап шықты ғой, Клеяның. Сонда айтады ғой. Әлемдегі жетістікке жеткен адамдардың бәрі жақсы әдет қалыптасқан адамдар дейді. Ақылды адамдар емес дейді. Көп ақылды адамдар керісінше жетістікке жете алмайды екен. Олар ойланып жүреді екен. Істесем бе, істемесем бе? Намаз оқитындар мысалы дәрет алады. Ол не? Әдет. Ойланбайды. Неге сен ойлансаң болды, шайтанның шырмауына түсесің. Оқиын болсын, намаз оқымайын ба? Ораза ұстау әдет. Яғни әдет деген не? Сен энергияңды сақтайды. Сен жақсы істерді автоматизмге айналдырасың. Өте жақсы қорытынды нүктесі болды. Рахмет Омар аға келгеніңізге. Осы жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, ақысы бар деп. Мен ақымды беріп отырмын. Мен керісінше саған рахмет айтуым керек. Неге? Өйткені сен болмасаң, мен өзімнің көпшіліктің алдында ақымды өтей алмай қалушы едім. Саған рахмет қайда. Рас қой. Онда құлақта да бір несі бар шығар, құлақтың бір ақысы бар шығар. Негізін ақы дегеніміз өзі біз бір-бірімізге қарызбыз ғой негізін. Мысалы, егер сені мысалы Алла тағала осылай жаратса, ғылымды, білімді қып, сен соны беруің керек көпшілікке. Өйткені көпшілік күтеді ғой. Мысалы, шын мәнінде біреу таксист мысалы. Ертең мысалы осы видеоны таксиде отырып көреді. Ол мысалы азық алады. Сөйтіп ол өзін жамандықтан сақтайды. Жаңағыдай біз мысалы айтамыз, адамдарды кінәлаймыз біз мысалы.
адамдар инстаграм көреді, жаңағыдай қалаулымды көреді деп. А сен не істедің? Сен қандай оған балама ақпарат ұсына алдың? Сонда Королевтің айтқаны бар ғой, сынасаң дейді, альтернатива ұсын дейді. Альтернатива деген білесіз ғой, балама сен қоғамға біз сапалы контент беруге тұрсыз. Мысалы қалаулымды жамандайды жұрттың бәрі. А сен сол қалаулымға альтернатива не ұсынып отырсың? Жоқ қой, альтернатива жоқ. Альтернатива жоқ болғаннан кейін адамдар не істейді? Қалаулымды көреді. Сөйтіп біз қоғамның сапасыздануына үлес қосып отырмыз. Неге? Альтернатива ұсынбағандықтан.